Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Жетісай аудандық музейіне қош келдіңіздер. Менің атым Мадина. Бүгін сіздерге экскурсия жүргіземін. Бұл музей 2022 жылы ашылды. Музейде біздің өңірдің тарихы сақталған. Мұнда өткен өмір мен бүгінгі күнді байланыстырады. Біздің өңір Мырзашөл деп аталады. Ертеде бұл жерде адамдар өмір сүрген. Кейін табиғи жағдайларға байланысты бұл аймақ бос қалып шөлге айналған. Уақыт өте келе адамдар бұл жерді қайта игере бастады. Олар каналдар қазып Сырдария өзенінен су әкелді. Судың арқасында жер жанданып, егіншілік дами бастады. Алғашқы ауылдар пайда болды. Адамдар мақта өсірумен айналысты. Мақта бұл өңірдің негізгі байлығының бірі болды. Экспозиция залында сіздер ескі суреттерді көре аласыздар. Бұл фотоларда адамдардың еңбегі көрсетілген. Олар жер жыртып, мақта егіп, өнім жинаған. Бұл бөлімде еңбегімен танылған адамдар туралы мәліметтер бар. Олардың жеке заттары, марапаттары, фото суреттері сақталған. Олар өз еңбегі арқылы елдің дамуына үлес қосқан. Келесі бөлімде соғыс туралы мәліметтер берілген. Бұл жерде соғысқа қатысқан батырлар туралы айтылады. Олар өз елін қорғап, ерлік көрсеткен. Ал мына бөлім ұлттық тұрмыстық заттарға және орта ғасырлық Үтіртөбе қалашығына арналған. Мұнда қазақ халқының күнделікті қолданған заттары қойылған. Кілем тоқитын құралдар, самаурын, күбі мен келі келсап. Бұл заттар халықтың тұрмысын көрсетеді. Олар арқылы біз ата-бабамыздың өмірін түсінеміз. Экскурсиямыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет.